Біздің түріміз міне ғұн дәуірінде өзгере бастайды. Былайша айтқанда, ғұн дәуірі кезінде біздің антропологиялық типіміз ғұндардың Орта Азияға келуі, Қазақстан арқылы шығыс Европаға дейін жетуі, бір кезде бізге бойымызға монголоидтік жаңағыдай айтады ғой, нәсілдік белгілерді қалыптастырып кетті. Біздің көк көз болғанымыз рас па? Енді біз бұл жерде арийлар деген нәрсе бар. Арийлер. Кімдер ол? Арийлер сол сақ заманындағы тайпалар арийлер. Олар кезінде міне бойы ұзын, сары, көк көз болғаны да бар ішінде. Моңғол типтестері де бар. Өйткені мына Бихустун жазбаларында, Киропольда жартастағы суреттерге қарасаңыздар, ішінде европалық нәсілді сақтардан суреті бейнеленген. Және моңғол типтес, мынандай алмабет сақтарда жүр. Былайша айтқанда, сол кезде нәсілдердің араласқан кезі, арийлік сақтар, скифтер